Бізде отбасы болу деген ол жыныстық қарым-қатынас, баланың туылуы, и қалай, как пойдет, так пойдет. Мен сізге ұрдым деп кеп тұрмын ғой дейді. Оның түбінде басқа проблема бар екен. Жақсы қатын тауып алам деген бір пропаганданың болуы. Бізде андай жасау, сақтау, дұрыстау, еңбек ету дегенге қарағанда болды деген нәрсені көбірек жақсы көреді. Айтады, мен қиналам, әйелімнен ажырасқым келмейді, бірақ ситуация солай қалыптасып жатыр, біз ажырасатын секілдіміз. Денсаулығы. Бұл Ер денсаулығы подкасты. Аида Тұрғазы өте білікті психолог, тәжірибелі маман. Осы ажырасудағы ер адамдардың факторына қатысты, яғни ер адамдарға қатысты тұстарын талдаймыз. Ер денсаулығы. Тәжірибеңізге қарағанда ер адамдар қандай мәселе бойынша келеді? Мынандай нәрсе болды. Ер адамдар ақиқатында деп айтайықшы, ақиқатында мәселелер қалай болу керек екенін білмейді. Оларға үйретілген нәрселер бар ғой, мамаңдікі дұрыс, бүйту керек, сөйту керек, әйелін таңдасаң подкаблук болып кетесің деген секілді, сол мәселелермен келеді. Айтады, мен қиналам, әйелімнен ажырасқым келмейді, бірақ ситуация солай қалыптасып жатыр, біз ажырасатын секілдіміз, мен қиналып жатырмын деген секілді, сондай мәселелермен келеді. И сол кезде біз уже түпкі тамырына алып келген кезде оның истинный побуждение деп айтамыз ғой, истинный побуждениесі и әділеттілік сезімі, одан басқа жарына деген жауапкершілік, басқа искаженное восприятиялардың барлығын алып тастап, границалардың барлығын алып тастап сөйлескен кезде ол айтады, менің таңдауым негізі осының өзіне, менің өміріме әсер сырттан ғана келіп жатыр деген мәселелерді айтады, сондай болып тұрады. Біреуі болды, менде шетелдерден де көп шетелдегі қазақтар көп хабарласады, сол кезде андай нәрсені бір ер адам келді, айтады да, мен әйел адамға өте қатты қысым көрсетемін, және физикалық күш көрсетемін. Мен ол нәрсе өте қатты қинайды, мен әйелімнің де болғанын, немесе ол нәрсені көргім келмейді деген секілді. Сол кезде сөйлесу барысында ол просто өте андай нервный системасы деп айтамын, жүйке жүйесі жұқарған, және де бір әлеуметтік қысымда жүр екен да. И сол себептен де ол соны жеңе алмағандықтан әйелін ұру арқылы соны шығарып жүргенін білдік. И сол кезде анықтау барысында басқа барысында айтады, мен қазір мүлдем басқаша көзқарастамын, және ол ұру, оказывается, ол ұру проблема емес екен, мен сізге ұрдым деп кеп тұрмын ғой дейді. Оның түбінде басқа проблема бар екен. И ол проблема мен әйеліме түк қатысы жоқ екен деген секілді. Анықталып жатыр, сондай болып жатады. Ер денсаулығы. Осы ажырасуға нақты ер адамның қатысы жайлы айтыңызшы. Ер адамның қатысы. Бұл жерде ер адамның қатысы дейтін болсақ, жауапкершілік 50-50 болып табылады. Бірақ көп жағдайда ер адамның ситуацияны өзгерткісі келмейтіндігі, бейімделгісі келмейтіндігі, жұмыс жасағысы келмейтіндігі, жақсы қатын тауып алам деген бір пропаганданың болуы тікелей ажырасудың статистикасына әсер етеді. Осы түпкі тамырындағы жатқан нәрсе өзгермейді, басқа қатын тауып алам, керек емес деген секілді мәселелердің болуы. Ер денсаулығы. Әйел адамның истерика болғандығы ол оның мінезінің жамандығынан деп ойлайды. Мәселе ол онда емес. Әйел адамның истерика болғандығы ол бір өмірлік бір қиындықтарды еңсере алмай жатқандығының ғана көрсеткіші болып табылуы мүмкін. Немесе ер адамға келетін болсақ, оның бір психотропты өнім пайдалануы, жұмыста болмауы, ол оның жаман екендігін көрсеткіші ретінде қабылдайды да, мүмкін оның бір өмірлік бір қиындығы бар. Сондықтан да оған көмек көрсету. Бізде андай жасау, дұрыстау, еңбек ету дегенге қарағанда болды деген нәрсені көбірек жақсы көреді. Мына қалыптасқан жағдай екеулеріңіздің истинный побужденияларыңыз бір-бірлеріңізді жек көргеннен, тұра алмайтындықтарынан болмауы мүмкін. Ол просто екеулеріңіздің де шаршағандықтарыңыздан және бір нәрселерді байқамай, көрмей тұрғандықтарынан ғана болуы әбден мүмкін. Ер денсаулығы. Көп мынандай болып жатады, ажырасқаннан кейін сағынып бір-бірлерін. Себебі ол ажырасудағы ең бірінші білу керек нәрсе, кім инициатор болғаны маңызды емес. Басты нәрсе, ажырасқан кезде екі адамда да өліммен қатар, то есть бір адамды жоғалтқан секілді, өлім болған секілді ауыр эмоциональный күй болады. Соны ұмытып кетіп жатады адамдар.
яғни ол сіздер екеулеріңіз де тұрып болды ажырасайық деген күннің өзінде де сізде сол адамға деген бір пустота, бір грусть деген секілді нәрсе бар ғой, сағыныш деген секілді сол нәрселер орын алуы әбден мүмкін. Онымен қалай жұмыс, оны қалай қабылдау керек? Оның барлығы бізде көбінесе әйел адам болатын болса, я вам покажу, кого вы потеряли деген секілді жұмысқа кірісіп кету болады. Немесе мен асырау керекпін балаларымды деген секілді мәселе болып жатады. Ер адамдардың тарапынан болса, басқа біреуді белсенді түрде басқа біреуді іздеу немесе жабылып қалу болып жатады да, яғни болды уже керек емес деген секілді. Бізде оны туысқандар не қылуға тырысады, андай исправить деп айтады, туысқандардың тарапынан ер адам болса оны үйлендіруге тырысады, басқа біреулермен таныстыруға тырысады. Әйел адамға болатын болса, енді өзің бір нәрсе қыласың ғой деген секілді нәрселерді айтып жатады. Ал ең дұрыс шешімі ретінде бұл переживание прорабатывать етілу керек. Ажырасу ол тек себеп емес, ол салдары ғана болып табылады. Сондықтан да бұл ажырасуға не әкелді және бұл сізге тұлға ретінде қандай бір ойларды алып келді, қалай сізге бұл әсер етті. Сіз соны анықтап алып міндетті түрде жұмыс жасау керексіз. Соны анықтауға сіз жұмыс жасау керексіз. Одан кейін соның бәрін уже маманмен жасалатын жұмыстардың бірі. Это то же самое, что сіз денсаулығыңызда бір ақаулар болды. Сол ақаулар болғаннан кейін не қылған секілді болады да. Игнорировать етіп жүре берумен тең деп айтайықшы. Олар қарай өте үлкен бір жаман последствияларға алып келуі мүмкін. Мысалы, әйел адам тарапында бірнеше ер адамның қатар-қатар өміріне кіруі, немесе ешкімнің өмірге кірмей қалуы, балалардың алдында кінә сезімінің болуы, немесе балалармен жаңағыда қалай дұрыс диалог жүргізу керек екенін білмеуі деген секілді. И одан да бөлек ер адам тарапынан болатын болса, мысалы, ер адам әйелден кетсе, балаларынан қатар кетіп қалады. Яғни оны көрмеу деген секілді, жауапкершіліктің бәрін алға лақтырып кету деген секілді. Осындай бір дисфункциональный нелер оқиғалар орын алып жатады. Мұның барлығын жүйелеу керек. Я міндетті түрде жұмыс жасалу керек. Ажырасты болды, бәрі шешілді деген әңгіме жоқ. Бұл да бір өте қате ұстанымдардың бірі деп айтушы едім. Денсаулығы. Мынау мәселе бар, мысалы, ажырасты дедік, ажырасу факторы болды. Мысалы, ер адамның поведениясын, яғни әрді қарайғы іс-әрекеті жайлы айтып жатсыз, мысалы, бірі тез, мысалы, замена дейміз, орнын алмастырып, екінші рет үйленуге тырысады, сол мәселеге қатысты не айтар едіңіз? Мысалы, көбіне ондай факторды көрсеткіш бойынша жаңағы ол жұпта асығыс болғандықтан, немесе бір ішкі бір жамауды, ішкі бір бостықты жамауға тырысқандықтан, сондай бір ол қарым-қатынаста бақытты болатына, немесе бір керемет отбасы болатына кепілдік емес себебі ол жаңағы алмастыру, жалғыз болып қалмау деген сияқты бір толыққанды тұлғаның әрекеті емес деп жатады. Негізі ол шынымен де толыққанды тұлғаның әрекеті емес. Себебі біреудің орнын екіншімен басуға тырысу, ол әртүрлі мотивтардан болуы мүмкін. Жаңағыда сіз айтқан секілді әртүрлі мотив, ол әйеліне байланысты болуы мүмкін, немесе айналадағы адамдардың требованиясына байланысты болуы мүмкін, немесе ішіндегі жаңағыда жалғыздықтан қорқу, немесе созависимый отношенияға тәуелділік қарым-қатынасқа бейімділік. Иә, сондай бір тәуелділік қарым-қатынасқа бейімділік болуы мүмкін. И мұның барлығы екінші нәрседе бір жертва қашып кеткенде екінші жертваны іздеумен тең деп айтуға болады ол нәрсені. То есть бір жертва қашты, возможно, ол екіншісін просто іздеп жатыр деген секілді. Сондықтан да бұл да бір өте маңызды факторлардың бірі болып табылады. Асықпау керек деп айтар едім негізі. Негізінде тіпті ажырасуға асықпастан бұрын отбасын құруға асықпау керек. Денсаулығы. Отбасын сақтауға біз көп көңіл бөлеміз, бірақ та ол отбасы сақталғанмен ол отбасындағы екі адам, екі мүше қаншалықты өзін бақытты сезініп жатыр, біз бәріміз енді бақытқа ұмтылатын жаратылыспыз ғой. Және де отбасын сақтау үшін ғана сақтап қалу қаншалықты дұрыс? Өте актуалды сұрақтардың бірі, кейде бір отбасында ер адам немесе әйел адам өте бақытсыз болуы мүмкін, немесе екеуі де бақытсыз, оның нәтижесінде бала да бақытсыз болуы мүмкін. Сондықтан да отбасын сақтауды пропагандировать еткенге қарағанда сау отбасын құру деген нәрсені пропагандировать еткен дұрысырақ болады. Сондықтан да просто сақталу үшін сақталды, әйелі бар, күйеуі бар деген ат үшін жүргендер өте көп. Ажырасқанға қарағанда, статистикасына қарағанда олардың да өте көп бір көрініс табылады да. Сондықтан да шынымен де отбасылық өмірден рахат алып жүрген адамдар бар ма екен, мүмкін жоқ па екен, оның өзі де сұрақ болып табылады да. Сондықтан да тек қана отбасын сақтау деген идеяны емес, именно сау отбасы болу деген идеяны жүзеге асырған дұрысырақ болатын шығар. Кейде ажырасып кеткен дұрысырақ. Егер
алкогольдік психотроптық өнімдер болатын болса, және адам ешқандай көмек алғысы келмейтін болса, одан да оны сақтамаған абзал, яғни тоқтата салған абзал деген секілді. Немесе ер адамның жаңағыдай не болып кетуі деп айтамыз ғой, өзінің міндеттеріне тікелей бас тартып, әйел адамның несіне отырып алу деген секілді бар ғой, мойнына отырып алу деген секілді. Ондай жағдайларда одан да тоқтатқан әлде қайда дұрысырақ, немесе зорлық зомбылық болған жағдайларда тоқтатқан әбден дұрысырақ болып табылатындығында, немесе бір адамның психикалық разрушениесі, яғни денсаулығына қауіп төнетін болса, денсаулық бізде тек қана физикалық емес қой, ол психологиялық денсаулығы да болып табылатындығында, психологиялық денсаулығына қауіп төнетін болса, жаңағыдай физикалық денсаулығына қауіп төнетін болса, бір отбасы мүшесінің одан да ол отбасын сақтамаған абзал ретінде айтар едім. Денсаулығы. Ажырасудың алдын алу ол некеге дұрыс дайындық. Некеге дұрыс дайындықты қалай жүргізу керек? Некеге дұрыс дайындықты екі адамның, яғни мотивынан басталады. Сіз не үшін отбасын құрайын деп жатырсыз? Құндылықтардың сәйкестігі, иә? Жоқ, мотивынан басталады. Құндылықтардан бұрын. Мотив деген не нәрсені білдіреді? Мысалы, қыз бала болса, қыз балаларда өте жиі кездеседі. Отбасындағы проблемалардан келесі отбасына қашып кеткісі келеді. Қыз балаларда өзінің не реализованы болғаннан кейін күйеуге тию арқылы сол реализованностьтан қашқысы келуі мүмкін деген секілді. Шын мәнісінде екеуміз бір болуымыз келеді деген мотив ол екінші, үшінші планға кетіп қалып жатады. Ер адамдар не үшін үйленуі мүмкін? Үйдегілер талап етті, жас келіп қалды деген бірнеше факторлар бар ғой, сондай факторларды ескеріп, главный мотив ретінде үйленемін дейді. Ал шын мәнісінде үйлену деген фактордың астары сіз үйленуге акцент қоймау керексіз. Сіз өз адамымды таптым деген нәрсеге акцент қою керексіз. Дайындық содан басталады. Өз адамын табу деген не? Онымен қандай граница бар? Сіз ол адаммен не істегелі жатырсыз? То есть получается, жыныстық қарым-қатынастан бөлек қандай рөлдарды бөлгілеріңіз келеді? Сіздерде қалай болады, қалай жүзеге асады деген секілді факторлар болу керек. Міндетті түрде дайындық содан басталады. Не үшін сізге отбасы керек? Не қалай құрып жатырсыз сіз деген секілді. Соның барлығын анықтап болғаннан кейін, мынау менің адам ба, адам емес па деген мәселелер келеді. Одан кейін барып отбасын құруға болады. Денсаулығы. Қаншалықты деңгейде мен келесі әлеуметтік рөлге дайынмын деген сұрақты қоя білу керек. Егер сіздің желаниеңіз, яғни ниетіңіз болмайтын болса, дамуға, басқа қылуға, сіз соған бірінші лайық болып алу керексіз. Ең бірінші ақиқат. Соған лайық болғаннан кейін ғана барып, сіз сол әлеуметтік рөлге кіре аласыз. Біздікілер үшін өте оңай ғой. Ол әлеуметтік рөл деген рөлдің өсуі, яғни күйеу рөліне, әке рөліне шығу, ол дайындықты талап етеді. Біздікілерге ол табиғи процесс болып көрінеді. Бізде отбасы болу деген ол жыныстық қарым-қатынас, баланың туылуы, и қалай, как пойдет, так пойдет деген нәрсеге кетеді. Бірақ адам сауатты өмір сүре білу керек қой. Сауатты өмір сүре білу керек. Егер сен сауатты өмір сүре білмейтін болсаң, онда сен әлі өмір сүріп жатырсың дегенді білдірмейді. Яғни өмір сүру деген бір бөлек нәрсе. Яғни асо, саналы, дамып, кәдімгідей әр әрекетіңе есеп беру деп айтады. Солай өмір сүру бір бөлек. Немесе выживать етіп жүре беру ол мүлде бөлек нәрсе. Яғни біздікілер айтады да, білімді, даналықты, даралықты бір аспаннан просто түсе салатын нәрсе секілді болып көреді. Оның барлығы еңбекпен ғана келеді. Сондықтан да мен егер даму барысы әйел адамда болсын, ер адамда болсын маңызды емес, өз өміріңізге бір ғана болсын жауапкершілік алудан бастасаңыз, сіз партнеріңізбен сөйлесе аласыз ба, сөйлесе алмайсыз ба? Естисіз ба, ести алмайсыз ба? Біз бағана айттық қой, кино мен копировать ету моделі деп айттым ғой, яғни қайталау моделі бар. Бізде ер адамның әкел телефонды көрші, кім саған звондап жатқан деген секілді нәрсе романтикалық ретінде қабылданады. Шын мәнісінде келген кезде ол өте бір патологиялық белгілер болып табылатындығында. То есть осының бәрін адам өзінің поведениесін түсініп алу керек. Мен неден қорқамын, не істеп жатырмын, мен жауапкершілік алуға дайын ба, дайын емеспін бе деген секілді мәселелерден түбірі соған келіп тірелетіндігінде бәрі. Денсаулығы. Некеге дайындық ол неден басталады? Қарапайым, баяғыда қарым-қатынаста, ер адам мен әйел адамның қарым-қатынасында, егер екеуі де жаңағындай травмированный психотравмалары, блоктары көп адамдар болатын болса, немесе негативті убеждение деп айтамыз ғой, негативті көзқарастары, ұстанымдары көп болатын болса, оларда қарым-қатынас, екі адаммен қарым-қатынас болмайды, өздерінің проблемаларымен қарым-қатынас болады деген нәрсені айтамыз. Сондықтан да міндетті түрде сіз ол адаммен мен қарапайым нәрсені айтсам болады, психологқа барыңыз, басқа демей, қарапайым. Сіз ол адам қаншалықты естиді, және сіз ол адамды қаншалықты естейсіз. Сіз оның отбасы жайлы қаншалықты деңгейде ақпарат білесіз.
То есть ол өте маңызды, бізгілер сұрауға ұялады. Және финансовый екеулеріңіздің целдеріңіз сәйкес келе ме, сәйкес келмей ме? Мысалы, қыз Америка туралы армандайды, жігіт мен ауылда ата-анаммен тұрам деген секілді нәрсені армандайды да, бірақ ол ұзақ уақытқа дейін анау қаншалықты деңгейде өзін жаңағыдай арманын тушить етуі мүмкін деген секілді. Сол нәрселер туралы сөйлесе білу керек. Және де екеулеріңіздің тарапынан қаншалықты деңгейде саусыздар, менталды сау адам деп айтамыз ғой, менталды саусыздар. Оны білу де өте маңызды. Сондықтан да дайындық ол өте маңызды. Ол отбасын құрғанға қарағанда маңызды процестердің бірі деп айтушы едім. Денсаулығы. Ер адамдардың өзінің бір өміріне деген белсенді түрде жауапкершілік ала білуі ол ең маңызды факторлардың бірі. Екінші мәселе қасында тұлға екендігін білу, яғни бір-бірін тұлға ретінде қабылдай алу өте маңызды. То есть бір призмалар арқылы емес, әлеуметтік рөлдер арқылы емес, тек тұлға ретінде. Және де кез келген бір проблемаларды шешу барысында екеулеріңіздің белсенділіктеріңіз қатар болу керек екендігі және сырттан әсерлердің аз болу керек екендігі жайлы сондай бір логическая цепочка болу керек. Содан айттық та. Сіздің қандай детство болғандығы, қандай рөлді көрдіңіз, осы уақытқа дейін қандай ұстанымдарыңыз болды, оның барлығын сіз ұмыта берсеңіз болады. Себебі оның барлығы идеалды деген нәрсені білдіреді. Өзіңіздікін қалыптастыру керексіз. Ол өте бір маңызды факторлардың бірі. Егер де денсаулығыңызға қатысты мазалаған қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазып кетіңіздер. Келесі бөлімдерде міндетті түрде маманнан тиісті жауап аласыздар. Пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылыңыздар. Денсаулығы. Бұл Ер денсаулығы подкасты.